Ақын ұлттың жүрегі, шешен көптің тірегі дейді қазақ. Амансыздар ма, қадірлі көрермен? Сөзге жүйрік, ойы ұшқы жастардың басын қосатын Ділмар тележобасы 2 маусымын бастайды. Алғашқы айналымда облысымыздың әр аймағынан келген 8 топ өзара бақ сынасады. Оза шапқан екеуі республикамыздың өзге өңірлерінен келген командалармен бірге сөз сайысына түседі. Яғни биыл Ділмар тележобасы республикалық деңгейде өткелі отыр. Ал қадірлі көрермен, құрметті студия қонақтары, өткен маусым қандай сәттермен есте қалды екен? Шағын бейне материалымыз бар, экранға зер салыңыздар. Ділмар тележобасының алғашқы маусымы өз мәресіне жетті. Бұл бағдарламаға Жетісу облысының әр аудан қалаларынан 20 топ қатысты. Олар мектеп оқулықтарының сапасы, мамандық таңдау, дипломмен ауылға, ана тіліміздің мәртебесі, онлайн несие және әлеуметтік желілердің пайдасы мен зияны секілді көптеген өзекті мәселелерді ортаға салды. Біз оқушының білім деңгейін тестілеумен анықтау дұрыс емес деп санаймыз. Олай болса, ерекше көзқарас тобы ортаға шақырамыз. Мен саған ағылшын тілі кітабы, осыны жатта деп айтып жатқан ешкім жоқ. Қазіргі таңда адам ойына өте зиянды ақпарат тарататын ең бірінші құрал ол интернет желісі болғандығына құрметті сарапшылар. Тартысты сөз бәйгесінде жарқын болашақ тобы жеңіске жетті. Ал екінші орында Зерде тобы алды. Үшінші орында Парасат және ерекше көзқарас топтары өзара бөлісті. Ділмар тележобасы арқылы пікірсайыс ойындарына қызығушылық арта түсті. Алдағы уақытта жобаның ауқымы кеңейе түспек. Биылғы маусымның ойыншылары да осындай тамаша ойын көрсетеді деген ойдамыз. Олай болса, 2 маусымның алғашқы ойыншыларын ортаға шақырайық. Алау тобы оң жағымызда. Және жалын тобы. Қош келдіңіздер. Құрметті қатысушы спикерлер, алдымен өздеріңізбен танысып өтейік. Мархабат, алау тобы. Армысыздар, ел жұртым, дара халқым, амандасу алдымен ата салтым. Бұл жарысқа асыға мен де келдім, жүрегімен сезініп, сөздің парқын демекші. Армысыздар, құрметті төрешілер, қарсылас команда көрермен және таймкипер. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 10 орта мектеп гимназиясының 9-шы А сынып оқушысы, Алау фракциясының бірінші спикері Дәулетхан Дильназов. Сәлем берем, сәлем беру салтымыз. Сәлем менен сөз бастаған халқымыз. Аман есен жүрмісіздер жалпыңыз. Сәлеметсіздер ме жиылған жұрт халқымыз. Армысыздар, құрметті төреші, таймкипер, қарсылас команда және көрермендер. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы номер 10-шы орта мектеп гимназиясының 9-шы В сынып оқушысы, Алау фракцияның 2-ші спикері Белялова Айсыну. Дильназ, Айсыну, қош келдіңіздер. Пікірсайыс ойындарына қатысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Пікірсайыс ойындарына қатысып жүргенімізге 1 жылдан астам уақыт өтті. Соның өзінде өте көптеген жетістіктерге жетіп, көптеген нәтижелерді көрсетіп жатырмыз. Бәрекелді. Айсұлу, осы уақытқа дейін пікірсайыс саған не берді? Жалпы қандай жақсы дүниелер үйрендің? Пікірсайыс маған осы көбінесе сабақ программасына қатысқан кезде, осы апайлар сұрақ қойған кезде де осы пікірсайыс ойнап, жақсы сұраққа жауап беру, немесе эссе шығарма жазғанда да өте көмектеседі. Бәрекелді, сәттілік тілеймін өздеріңізге. Жалын тобы, өздеріңізбен танысып өтейік. Армысыздар ағайын, аман есен маңайын, амандасу салтымен сәлемдесіп алайын. Алдарыңа келген соң өнеріне салайын, жер жанаты Жетісу дүлдүлдің көрген талайын. Жұрт жиналған жер болса, қалай шағалыс қалайын. Мен жалын тобының бірінші спикері, Өмірбай Нұрбақыт Қожабекқызы, Ескелді ауданы Мәншік Мәметова атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы. Ұлтым қазақ. Армысыздар, қазақтың мықтылары, ауызына қараған жұрттың бәрі, батасына бақтарып кие қонып, ұясанған ұртына құттың нәрі. Мен Домаева Таисия Ескелді ауданы Шестаков атындағы орта мектептің 10-шы Б сынып оқушысымын және жалын тобының 2-ші спикермін. Нұрбақыт, Таисия, қош келдіңіздер. Екеуіңіз екі бөлек мектептен екенсіздер, жалпы дайындық барысы қалай болды? Бір-біріңізбен кездестіңіздер ме, телефонмен сөйлесіп отырдыңыздар ма? Я, біз кездесіп те отырдық, телефонмен сөйлесіп те отырдық, тақырып барысын талқылап отырдық. Пікірсайыс жалпы топтық ойын.
Сондықтан дайындықтарыңыздың қандай болғанын, нәтижесін қазір ойын барысында көреміз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Бұл маусымның тағы бір ерекшелігі, өздеріңіз байқап отырғандай, қазақ тіліндегі пікірсайысқа қатысуға ниет білдірген өзге ұлт өкілдерін де қатыстырып отырмыз, әр топқа қосып отырмыз. Енді ұлты бөлік болғанмен, отанымыз бір, мемлекеттік тіл ортақ. Ал бүгін осы екі топтың ойынына баға беретін арнайы сарапшыларымыз бар. Сарапшыларымызбен таныстырып өтейік. Жетісу облысы білім басқармасының ғылыми тәжірибелік орталығы директорының орынбасары Гүлзира Құмарқызы. Және Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің сапаны қамтамасыз ету комиссиясының үйлестірушісі Әсел Беделбаева. Сондай-ақ біздің тұрақты сарапшымыз республикалық оқу-әдістемелік қосымша білім беру орталығының пікірсайыс бойынша эксперті, ұлттық жаттықтырушы Гауфария Ахметқызы. Қош келдіңіздер. Бүгін жаңа маусымның алғашқы хабары. Сондықтан көрермендерімізге, қатысушыларымызға айтар тілектеріңіз болса, мархабат, сөз кезек өздеріңізде. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қатысушылар. Былтыр ғана бір жыл бұрын Жетісу облысының білім басқармасының бастамасымен Ділмар тележобасы бастама алған. Биыл міне екінші маусымының бірінші түсірілімі болып жатыр. Сіздерге сәттілік тілейміз. Осы тележобаның қорытынды нәтижесінде былтыр жазда Астанада Ділмар тележобамыз бұқаралық ақпарат құралдары республикалық байқауында екінші орынды иелендік. Болашақта осы егеменді еліміздің бетке ұстар, ойын еркін жеткізе алатын жастары болады деп сенеміз. Сәттілік сіздерге. Ділмар тележобасы бірнеше кезеңнен тұрады. Онымен танысу үшін экранға зер салыңыздар. Екі спикерден тұратын екі топ белгілі тақырып аясында пікірсайысқа түседі. Алғашқы айналымда қатысушылар кезекпен мінберге шығып, пікірсайыс тақырыбының артықшылығы мен кемшілігін, яғни өз ұстанымдарын қорғау керек. Екінші кезеңде қос тарап бір-біріне сұрақ қояды, жауап береді. Үшінші айналымда хабарға қатысып отырған екі топтың бір-бір жақтаушысына сөз беріледі. Төртінші кезеңде жақтаушы және қарсы тараптың бір-бір өкілі тақырып бойынша сараптама жасайды. Ал сайыс жеңімпазын эксперттер анықтайды. Тәртібі осындай, ал бүгін қатысушылар оқушының академиялық білімі маңызды ма деген тақырып төңірегінде пікірсайысқа түседі. Түсінікті болу үшін тағы да бір мәрте экранға зер салып сюжет көрейік. Академиялық білім беру жүйесі оқушыға жан-жақты теориялық білім беруді көздейді. Ол гуманитарлық, техникалық, жаратылыстану және басқа да ғылым салаларын қамтиды. Мәселен, білім алушы бір оқу жолында есеп шығарады, география мен тарихты зерттейді және әдеби шығармалармен де танысуы мүмкін. Жасыратыны жоқ, барлығын бірдей меңгеру кей жастарға қиын. Дегенмен, бұл олардың ақыл ойының дамуына, білім көкжиегінің кеңеюіне әсері мол дейді мамандар. Еліміздің білім беру жүйесі бірнеше деңгейден тұрады. Айтар болсақ, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім беру, орта, арнайы және жоғары білім. Сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. Қоғамда бұл дәстүрлі оқыту жүйесін қолдамайтындар да бар. Олар білімгер таңдаған саласына қатысты пәндерді ғана оқыса, жоғары нәтижеге жетеді деген пікірде. Және қажетті мамандықты қысқа уақытта түрлі курстар арқылы да үйреніп алуға болады дейді. Сонда оқушы үшін академиялық білім қаншалықты маңызды? Түсінікті болса, көп күттірмей бастайық. Алау тобының бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Сізде 2 минут уақыт бар. Армысыздар, құрметті төрешілер, қарсылас команда және көрермен. Бүгінгі ойынның қарары оқушылардың академиялық білімі маңызды деп есептейді. Оқушылардың академиялық білімі ол мектепте оқу барысында оқушылардың интеллектуалды қабілеттерін жақсартып, сыни тұрғыда ойлауын, шығармашылық жағын, немесе ғылым мен мәдениетке қызығушылығын арттырады. Академия кезет сайтынан академиялық білім тұлғаның дамуында маңызды рөл атқарады депті Мария Монтессори. Ойынды жалғастыра келе біріншіден, оқушылардың академиялық білімі болашақ өмірге дұрыс жол. 1-ші сыныптан 11-ші сынып арасындағы оқушылар барлық мектептерде әртүрлі пәндер бойынша білім
алып жатыр. Яғни математика, оқу шығармашылық және тағы басқалары. Қазақстанымызда академиялық білім қамтамасыз етілген. Яғни барлық жерлерде оқушыларда білім ордалары бар. Яғни білім оқушыларда мүмкіндіктер өте көп. Еңбек кезет сайтынан. Екіншіден, аталған оқушылардың білімі цифрландыру заманына бір қадам. Демек, Қазақстан Республикасының мектептерінде оқушылар академиялық білім алу барысында интернет, интерактивті тақталар, роутерлер немесе тағы да басқа ресурстармен қамтылады. Яғни бұл жүйелер оқушыларды цифрландыру заманына алып келетін ақиқат. Бұған факт ретінде Қазақстан Республикасында жоғары технологиялар бүгінгі әлемде 5,8 миллионға жетіп отыр. Ал бұл көрсеткіш өте үлкен жоғары деңгейдегі көрсеткіш. Сонымен қатар IT мен байланысты оқу мекемелері жұмыс жасайды. Құрметті төрешілер, қазіргі кезде Жетісу облысында өте көптеген IT мамандырылған мектептер жұмыс жасайды. Яғни бұл цифрландыру заманына бір қадам деп есептелінеді. Forbes газет сайтынан. Үшіншіден, оқушылардың академиялық білімі арқылы кең дүниетанымның жан-жақтылықтың дамуы. Оқушылар білім алу кезінде әртүрлі сапалық нәтижелерді көрсетеді. Көптеген тапсырмалар жиынтығын орындайды. Сонымен қатар көптеген интеллектуалды іс-шараларға қатысып, өзін жан-жақты дамытып отырып, көптеген көкжиектерді бағындыра алады. Яғни бала сол кезде өзінің функционалды жағынан дамыта алады. Демек, осы ойды тұжырымда келе, төмендегі қорытындыға келеміз. Оқушылардың академиялық білімі оқушыны жан-жақты ғана дамытып қоймай, сонымен қатар жарқын болашаққа нық қадам басуына ықпал етіп, үлкен өмірге жол ашқан кезде өзінің орнын таба білуге мүмкіндік береді. Әр оқушымыз мемлекетіміздің рухын әрқашанда биік ұстап, өзінің орнын таба біліп, нағыз отансүйгіш тұлға болып шығуына біз кәміл сенеміз. Көп сөз ұтпайды, дөп сөз ұтады демекші. Мен өз сөзімді аяқтадым. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Елназ. Уақытты өте тиімді пайдаландыңыз. Олай болса, екінші топтың бірінші спикерін шақырамыз. Сізде 3 минут уақыт бар. Академиялық білім маңызды емес. Біз осы толғақты мәселені бүгінгінің көзімен, һәм сөзімен жіліктегенді жөн көрдік. Біздің қоғам жалпыға бірдей білім беру бағдарламасы оқушылардың балалық шағын ұрлап жатыр деп есептеймін. Неге? Себебі біріншіден келешек бастауы кәсіби білім. Неге бұлай? Қарсылас топтың жақтаушы тараптың бірінші спикерінің айтуынша, келешектің бастауы бұл академиялық білім деп біз қорытындылай аламыз. Неге бұлай? Себебі мен бұл оймен келіспеймін. Неге? Себебі мемлекеттік мектептердің білім жүйесінде 10 жыл бойы стандартты орындау үшін барлық пән тек академиялық тұрғыдан қарастырылады. Ал жекеменшік мектептер оқушыға таңдау беріп, оның саналы азамат, толыққанды тұлға болуына толық мүмкіндік береді. Және сол арқылы оқушылар жауапкершілікті сезіне алады, ұбт-ға кірмейтін пәндерді жоба ретінде қарастыра алады. Өз қалаған оқу орнына түсуге деген мүмкіндігі зор. Өкінішке қарай бұл жиынды елімізде тек жекеменшік мектептер ғана ұйымдастырып жатыр. Мәселен, Финляндияда біз айтып отырған мүмкіндіктер мемлекеттің барлық мектептерде қарастырылған. Тіпті ол жерде жекеменшік мектептерде жоқ деуге де болады. Тағы бір мысал, Норвегия мектептерінде білім беру жүйесінің екі бөлім бар. Академиялық және кәсіби шеберлік. Кәсіби шеберлік дегеніміз оқушы белгілі бір мамандықтан мектеп қабырғасында да алып шыға алады. Бұл үлкен жетістік. Өкінішке орай мұндай мүмкіндіктер бізде қарастырылмаған. Екіншіден, озық тәжірибе өрге оздырады. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау мақсатында өткізілетін әлемнің 80-нен астам елі қатысқан Тимс Пиза Пёрс зерттеу нәтижелерін алып қарайтын болсақ, Қазақстан мемлекеті төменгі орындарда, яғни сіздердің айтуларыңызша функционалдық тұрғыдан дамытады деп есептейді екенсіздер. Мектепте қазіргі таңда стандарты беріліп жатқан білімді. Біз олай санамаймыз. Оған нақты статистикалық мәлімет не бар? 2022 жылғы нәтижені алып қарасақ, 81 рет қатысқан Пиза зерттеуінде математика пәні бойынша еліміз 46-шы орында, оқу сауаттылығы бойынша 61-ші және жартылық саны бәрінің бойынша 49-шы орында иемденіппіз. Әрине, әдеттегідей әттеген ай дейтін нәтиже. Ал жоғарғы бұл нәтиженің төмен көрсетуінің бірден бір себебі ол ең бірінші орынға академиялық білімді қою. Функционалдық сауаттылығы төмен оқушы жоғарғы нәтижені көрсетеді деп есепте алмаймыз. Осы орайда мен еліміздің оқу жүйесін Сингапурдағы білім беру жүйесімен салыстырып кеткім келеді. Сингапурда әр оқушының бейім қажеттілігіне қарай таңдау мүмкіндіктері беріледі. Ал бізде қалай? Мен сөзімнің басында айтып өткенде, бізде қаласаң да қаламасаң да барлық пәнді стандартты түрде оқуға міндеттісің. Екіншіден, Сингапурда 1-ші және 4-ші сыныпты негізгі сынып деп санаса, 5-ші және 6-ші сыныпты бағыт-бағдар беретін сағат ретінде қарайды. Ал бізде өздеріңіз білетіндей 10-ші сыныпта ғана таңдау беріледі. Бұл өте аз уақыт. Ақпарат дерек көзі
массагет мультипликация дейді. Қорытындылай келе, қоғамда дәндеп, балалап бара жатқан мәселелеріміз көп. Бірақ мысалы не көп? Көкек ана көп, жауапсыз әке көп. Шеге қаға алмайтын, шелпек жаба алмайтын жастарымыз өте көп. Мектепте академиялық 30 секунд уақыт қосуларын сұраймын. Мектепте академиялық білімді бере бермей, оқушыларға бір сәт қоғаммен тығыз байланыста болуға, елге жерге деген сүйіспеншілікпен қарауға және болашақ өмірді сүруге үйретуіміз керек. Сөзімнің соңын менің атым Қожа фильмдегі Рахман ағайдың сөзімен аяқтасам, бала деген қап емес, ішіне не болса соны салатын. Ол шамшырақ, тек оны жаға білу керек. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет. Тамаша, пікірсайысымыз қызып келе жатыр. Жақтау тараптың екінші спикерін ортаға шақырамыз. Сізде 3 минут уақыт бар. Резолюция оқушылардың академиялық білімі маңызды. Мен өз сөзімді қарсыстан басам едім. Біздің екінші тарап баланың осы кішкентай кезінен бастап дайындалған дұрыс емес деді. Сонымен қатар ол баланың кішкентай кезін ұрлап жатыр деді. Бірақ біз баланы кішкентай кезінен бастап дайындап жатырмыз деп айта аламыз. Және де осы біздің қарсы тарапымыз Қазақстанның білім жағынан ең төменгі сатында орналасқан деді. Бірақ сонда біздің қарсы тарап Қазақстанды дамытқысы келмейді ма деген сұрақ менде бар. Өз кесімізге оралсақ, біздің тарап оқушылардың академиялық білімі маңызды деп есептейді. Біздің бірінші аргументіміз ол жаңа мүмкіндік. Бірінші спикерім айта кеткендей, академиялық білім оқушылардың болашағына жақсы мүмкіндік болып келеді. Өйткені балаларға білім қажет. Қазақстанның болашағы бұл біз, ал біздің болашағымыз бұл білім. Біздің академиялық біліміміз ертеңгі күннің негізін қалайды. Академик кезет сайтынан. Екіншіден, біз цифрландыру заманына қадам басып келеміз. Барлық мектептерде цифрландыру заманына қол жетілуде және цифрландыру бағдарламасы қарқындауда. Бұл оқушылардың академиялық білімін нығайтады. Мысалы, Алматы қаласында робот X, IT Hub секілді мектепте оқушылар робототехникамен танысады, компьютер тіліне келеді, зерттеу жұмыстарын жасайды, жауап кезет сайтынан. Және Қазақстан мектептерінде көптеген цифрландыру процесіндегі ағымындағы үрдістер бар. Мысалға, Big Data, Blockchain, Smart School. Бүгін кезет сайтынан біз ертең қандай мамандықтар сұранысқа ие болатынын болжай алмаймыз. Бірақ біз технологияны қолдану арқылы өсетінін және сәйкесінше оны жеңе алатын мамандарға сұраныстың да өсетінін білеміз. Тағы бір айтатын жайт, біздің мектепте робототехника кабинеті ашылды. Ол жерде балалар өз қызығушылығын арттырып, көптеген затқа үйреніп, мол нәтижелер көрсетіп жатыр. Бұл да біздің қарарымызды қолдайды. Осындай нәтижелер бізді құртады деп қалай айта аламыз? Үшінші аргумент – оқушылардың жан-жақты дамуы. Оқушылардың академиялық білім негізінде математика пәнінің білім алушылар есептер мен түрлі арифметикалық сандармен жұмыс жасай отырып, математика ғылымын зерттейді. Әсіресе бұл 9 сынып оқушыларға бірыңғай тестілеу кезінде жақсы мүмкіндік бере алады. Білім ORG KZ. Қосымша ақпарат ретінде академиялық білімдерінің арқасында шәкірттер білім шыңдарына көрінеді. Яғни бала әртүрлі конкурстарға қатысып, өзін-өзі дамытып, биік шыңдарды бағындырады. Мысалы, кенгуру, математикалық Эверест, білім калейдоскопы және тағы басқасы. Спорт All KZ. Қорытындылай келе, қазіргі таңда ақпаратқа толы әлемде академиялық білімнің маңыздылығы тек артып келеді. Академиялық білім жаңа белестерді ашады, сіздің ой өрісіңізді кеңейтеді, өзіңізді және айналаңыздағы әлемді түсінуге мүмкіндік береді. Құрметті төрешілер, біз келтірген аргументтерден кейін қалайша осы академиялық білім маңызды емес деп айта аламыз. Керісінше біз жаңа заман талабын құрастырып, оқушылардың білімін патриотизм жасатамыз. Сол себепті де балалардың болашағы үшін қолда бар мүмкіндікті жіберіп алмайық. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы дегендей, мен өз сөзімді аяқтадым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет. Жалпы жан-жақты пәндерді оқығанмен, ғылыммен айналысуға, өзіңе ұнаған бағытта зерттеумен жұмыс жасауға мүмкіндік бар дейсіздер ғой, ең бастысы ол оқушыға байланысты. Жақсы, олай болса, жалын тобының екінші спикерін ортаға шақырайық. Өз сөзімді ребатыңдан бастайтын болсам, қарсылас топ аталған артықшылар туралы балаларға қарсылас топ, жақтауыш топ, негізі аталған артықшылар туралы айтқан кезде балаларға үлкен жүк түсірді. Біздің ойымызша, өйткені осы көп пәндерді оқыған кезде бала барлық материалды есте сақтай алмайды деп ойлаймыз. Және олар негізі тек көбінесе цифрлық технологиялар туралы айтты, цифрлық ғасыр туралы айтты, бірақ біздің мектеп қабырғасымызда негізі информатика пәніне аз уақыт бөлінеді. Сол үшін біздің академиялық білім қажет деген кезде және цифрлық осы ғасырды салыстыруға болмайды деп ойлаймыз.
Өйткені осы информатиканы және цифрлы ғасырға түсу үшін уақыт аз бөлінеді деп ойлаймыз. Және менің әріптесімнің айтып кеткенін тоңықтырсам, оқушыларға академиялық білімі шынымен де маңызды емес. Өйткені осы академиялық білім көбінесе теориялық біліміне көп назар аударып, практика шетте қалады. Ал болашақта белгілі бір мамандықта адамның практикалық білімінің маңызы зор. Академиялық білімнің басты кемшілігі ол шығармашылық ойды бұзуы. Өйткені осы оқу бағытында тек формальды оқуына көп назар бөлінеді, ал осы формальды оқу балалардың өзін-өзі дамытуына және қоғаммен тығыз байланыста болуына мектеп бағдарламасы кедергі келтіреді. Академиялық білімді стандартты білім деп атаймыз. Демек, осы стандартты білім балалардың жеке ерекшеліктеріне мен қабілеттеріне бейімделмеген. Өйткені осы оқу бағдарламасы көбінесе ұзақ уақытқа жасаған және оның мазмұны ескергені бәрімізге мәлім. Екіншіден, тілі өлген ел. Мысалы, дамыған елдерде мектептегі алғашқы 3 жылда басты назар тәрбиеге, үлкендерді құрметтеуге және қоршаған ортаны аялап қастерлеуге аударады. Ал біз бастауыш сыныптың баланың санасына жүк түсіреміз. Өйткені ана тілін енді ғана үйреніп бастаған баланың екінші сынып оқушысына орыс тілін қосып қоямыз және үшінші сыныпта ағылшын тілін қосып қоямыз. Мысалы, Қазақстан тілі сайтындағы ақпараты бойынша білім саласында алдыңғы қатарда Жапония тұр. Осы мемлекетті алып қарайтын болсақ, ол жақта бастауыш сыныпта тек сауаттылыққа, яғни әріпті білуге, дұрыс жазып, дұрыс оқуға үйретеді. Өйткені нағыз сауатты адам ол өз тілінде қатесіз жазып, әдеби тілде еркін сөйлейтін адам деп білеміз. Финляндия мемлекетін алып қарайтын болсақ, ол жақта пәндердің саны аз. Тек математика, тіл мен тарих өтеді және ойды дамытатын салт дәстүрге, дене шынықтыруға және музыкаға басты назар бөледі және үй тапсырмасы берілмейді. Тағы да 30 секунд сұраймын. Үй тапсырмасы берілмейді, себебі баланы шағын ұрлауға болмайды деген ұстанымда. Енді дұрыс қой, құрметті төлеушілер, расымен де бізде оқушылар қалай? Көп оқушылар стресспен жүрмейтіні, құрметті төлеушілер, бәрімізге айдан анық. Себебі математикадан қандай баға аламын? Мына сабақтан үй тапсырмасы орындамадым деген қорқыныш басым. Өйткені көп уақыт алатын үй тапсырмасы, үлкен оқу материалы және жолдағы емтихандар олардың көңіліне көп әсер етеді. Сөзімді қорытындылай келе, академиялық білім оқушыларға шынымен де маңызды емес. Өйткені баланың дамуы көп кітаптардан емес, көп оқудан емес, ең бастысы тәрбиеден, еркіндіктен, қуаныштан және қоғаммен тығыз байланыста болудан тәуелді. Өйткені Әбу Насыр әл-Фарабидің сөзінше, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сол себепті болашақ ұрпағымызды тәрбиелі, саналы әрі елжанды етіп бағуға шақырамыз. Бәрекелді, көп рахмет. Таисия жалпы академиялық білімнің кемшіл тұстарын жақсылап атап берді деп ойлаймын. Екі тараптың да пікірлерін тыңдадық. Құрметті қатысушылар, енді бір-бірлеріңізге дайындап келген сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Кім бастағысы келеді? Біз бастайық. Жақсы, рұқсат. Академиялық білім оқушыларға пайдасын тигізеді ме? Жоқ. Жақсы, келесек, сіздер академиялық білім алдыңыздар ма? Иә. Сіздердің ойларыңызша академиялық білім нәтиже көрсетеді ме? Жоқ. Академиялық білім маңызды, себебі оқушылар болашақта үлкен тұлға болуы тиіс дегенге келісесіздер ме? Жоқ. Оқушылар академиялық білімнің арқасында үлкен жетістіктерге жетеді ме? Жоқ. Академиялық білім функционалды сауаттылықты арттырады ма? Жоқ. Академиялық білім тұлғаның дамуына маңызды рөл атқарады ма? Жоқ. Рахмет, келесі сұрақ. Академиялық білім жаңа заман талабы деңгейге келісесіздер ме? Жоқ. Академиялық білім патриоттық сезімді жақсартады ма? Жоқ. Академиялық білім оқушыларға темір қазықтай жол деген тұжырымға келісесіз бе? Жоқ. Академиялық білім жоғарғы технологияның дамуына көмектеседі ме? Жоқ. Академиялық білім оқушылардың ой өрісін кеңейтеді ме? Жоқ. Көп рахмет. Психологиялық тесттерде берілетін бір құйтырқы сұрақтар болады ғой, сол сияқты болды. Жақсы, қарсы тарапта жақсылап жауап берді деп ойлаймын. Енді сіздердің сұрақтарыңыз қандай? Бізде де жабық сұрақтар. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы ма? Жоқ. Сонда сіздер екінші ұстаздан алатын ұлыстас Әл-Фарабидің сөзіне қарсы шығып тұрсыздар ма? Иә. Жақсы. Академиялық білімнің кемшіліктері бар екенімен келісесіз бе? Жоқ. Осы жоқ болса, сонда барлық пәндерді оқыту туралы идея нәтиже берілген ма? Әрине. Сіз кейде үй тапсырмасын орындағыңыз келмейтін сәттер бола ма? Жоқ. Жақсы. Мектеп 11 сынып оқушылар сіздің ойыңызша көп уақытта ұбт-ға кетеді ме? Иә.
білім жүйесі заман талабына сай өзгеруі керек пе? Иә. Көп пәндерге назар аударып, 11 жыл оқып, жаттап, ОБТ-да тек бірнеше пән бойынша емтихан өткізу ол әділетті ме? Иә. Кейбір сабақтар барысында ұлттық құндылықтарды бала бойына тартып үлгермейтініміз рас па? Жоқ. Кейбір сабақтар пәнге қызығушылығы жоқ оқушылар шулап отырады ма? Жоқ. 11 жыл бойы алған білімін ОБТ-да ақтап шыға алады ма оқушы? Иә. Рахмет. Көп рахмет. Қатысушыларымыз келесі кезеңге дайындала берсін. Біз студиямыздың қонақтарына сөз берсек, жалпы бүгінгі тақырып бойынша пікірлеріңіз қандай? Жақтау тарапын қолдаймын, себебі қарсы топ айтты ғой, курс сатып алып оқуға болады деп. Сол курсқа ақша құртқанша өзінің миымен 11 жыл оқып, университетке арғатай біліміңді жалғастырған дұрыс деп ойлаймын. Қайырлы күн, мен 27-ші орта мектеп гимназиясының 9 сынып оқушысымын. Жалпы академиялық білім ол балаға шынымен де ауырлық түсіреді, себебі 5 сынып, мысалы ОБТ-ны алатын болсақ, ОБТ-да 5 сыныптан бері 11 сыныпқа дейінгі білімді қамтиды ғой. Бала тек сол өзінің мамандығына байланысты пәндер таңдайтын болса, оған басқа пәндерді оқып, уақытын кетіргенше уақытын тиімді пайдаланған дұрыс деп санаймын. Рахмет, біріңізге. Мен 18-ші орта мектеп лицейіненмін, 8-ші сынып оқушымын, Сейдулла Яру. Мен жалпы өзім қарсы тарапты қолдаймын, себебі менің ойымша бастауыш сыныптарда, яғни 4-1 сыныпқа дейін орысша айтқанда базовый обучениені берген дұрыс, ал 5-ші сыныптан бастап өзіміз ұбытыға керек, өзіміздің болашақ мамандығымызға керек пәндерді оқыған тиімді деп санаймын. Мен 18-ші орта мектеп лицейінің оқушысым, 9-ші сынып Асқар Тимирез, және де мен қарсылас топты толықтай жақтаймын, себебі олардың нақты келтірген аргументтері жағымды болды, және де сонымен қатар бізде академиялық білімге үңілу, ол бізде басты өмірдің мақсаты емес деп санаймын, және де сөзімді аяқтадым. Рахмет. Көп оқушыларымыз көп пәндерді оқудан сәл шаршап жүрген сияқты. 4-ші кезең сараптама жасайтын уақыт келді. Екінші тараптың бірінші спикерін ортаға шақырамыз. Бүгінгі ойынымыз тартысты әрі қызықты өтті. Алайда жарыс болған соң бір ғана жеңімпаз болады, және біздің топты жеңіске бір табан жақын деп есептеймін. Неге екендігін мен әр спикерге жеке-жеке тоқталу арқылы түсіндіріп кетсем. Бірінші бізде алаңда ашқан жақтауыш тараптың бірінші спикері болған болатын. Өзінің тарапында философия өте аз болды, және құндылық кейсі дұрыс құрылмаған, ой шашыраңқы, өз позициясына деген сенімділігі төмен болды. Одан кейін мен даттауыш топтың бірінші спикері қарар айтылды, мәселе көтерілді, мәселенің туындау себептерін атай өттік. Кейс бірінен соң бірі құрыла білді. Еліміздің білім беру бағдарламасын әлем елдерімен салыстыра өттік. Нақты статистикалық мәліметтер болды. Қай жерден алған дерек көздерімізде нақтылай кеткен болатынбыз. Ойды тұжырымды жеткізу мақсатында көркемдегіш құралдар мен мақал мәтелдерді кеңінен қолданып, нақыл сөздерді және қолдандық. Және мейлінше тавтологиялы болмады, және қорғалған позицияның қорытынды сөзі болды. Жақтауыш тараптың екінші спикері жақтауыш тарап өзінің позициясын қорғауда әлсіздік танытты. Қарсы тарапты сендіре алмады. Философия өте аз болды, сенімділік жоқ, және сөзді бұрмалаушылық өте жоғары деңгейде, және сіздердің біздің тарапқа өтіп кеткендеріңізді байқай аламыз. Кенгуру тағы басқа байқауларды айттыңыздар, ол тек мектеп қабырғасында ғана үлкен өмірдегі, яғни сіздер құндылық кейсін дұрыс түсінбеген екендеріңізді тағы бір мәрте дәлелдей аласыздар. Одан кейін қарсы тараптың екінші спикері, яғни менің әріптесім сөйлеген болатын. Менің сөздерімді әрі қарай жалғады, жаңа аргументтер болған жоқ, және жақтауыш тараптың екінші спикерінде жаңа аргументтер бар екені құрметті сарапшылар барлығымызға белгілі деп ойлаймын. Менің атап өткен мәселелерімді әрі қарай тереңдете толықтырды, өз ойын нық әрі сауатты жеткізіле берді. Ойды жалпақ тілмен емес, әдеби тілмен байланыстырып жеткізу барысында ой ұшқырлығын жүйрік екендігін көрсетті. Енді сұрақ жауап кезеңіне келетін болсақ, барлығы белгілі шығар. 11 жыл бойы алған білімі ОБТ-да ақтап шығады ма дегенде сіздер иә дедіңіздер. ОБТ шекті балды алмаған оқушылар бар ма деген иә дедіңіздер. Сонда 11 жыл бойы алған білімді академиялық білім берудің артықшылығы осы ма деген кезде иә дедіңіздер. Демек біз нені қорытындылай аламыз? Сіздер өздеріңіздің ұстанып отырған позицияларыңыздан қарсы тарапқа өтіп кеткендеріңізді, өз позицияларыңызда қорғауда әлсіздік танытқандарыңызды байқай аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет.
Жақтауыш тарап келе қойыңыз. Сізде 3 минут уақыт бар. Сөз бергендеріңізге рахмет. Өз сөзімді аналитикалық бөлімнен бастайтын болсам, ең бірінші кейстарды жаңағы нелерді адамдар салыстыратын болсақ, ең бірінші бізге оппозиция тобының бірінші спикер кетті. Келешектің басталуы кәсіби білімнен басталады. Барлық пән тек қана академиялық білімге жатады деп айтып кеткен болатын. Осы жерде келіп барлық пән академиялық білімге жатады деп айтып кетті. Сонда келді де бізге Финляндияда барлық мектепте де қарастырылған деді. Ол жерде жаңа Финляндияда осынша бала осындай деңгейде оқиды, біздің Қазақстан төмендеп кетті деп айтып кеткен болатын. Оқушылардың функционалды сауаттылығы бойынша дамып жатыр деген аргумент айтып кетті. Сол жерде барды да Финляндияда оқушылардың сауаттылығы дамыды, Қазақстанда да дамыды деп айтып кеткен болатын. Сонымен қатар жаратылыстану пәнінде 46-шы орын, Қазақстан жаратылыстану пәні немесе жаңа оқу сауаттылығы пәнінен 46-шы орын алып жатыр деп айтып жатты, иә. Құрметті төрешілер, 0-ші немесе 200-ші орында болғанша 46-шы орын болған. Бұл да үлкен жетістікке жатады ғой, солай емес пе? 5-ші 6-шы сынып бағыт бағдар сыныбы деп айтып кетті. Сонымен қатар келді де бізге бірінші орынға академиялық білімді қою керек деп айтты. Сонда кетті бізге біздің тарапқа қосылып кетті. Ал сосын кейін келді бізге жауапсыз ана, жауапсыз әке деген аргумент келтірді. Бірақ та бұл академиялық білімнің маңызды емесіне ешқандай қатысы жоқ. Ол баланың өзіне байланысты деп есептейміз. Бала мамандырылған тек қана жаға білу керек деп айтып кетті. Кейін біздің бірақ аргументімізге ғана қарсылық білдіріп кетті. Алайда біздің кейсті құлата алмады, құрметті төрешілер. Олар кетті біздің тек қана цифрландыру заманына қарсы шықпады. Демек бұл бізде дұрыс деген сөз. Бұл олар кетті бізге тек қана осы ата-аналар қарамайды деген секілді аргумент айтып кетті. Ал оппозиция тобының екінші спикері келді де балаларға үлкен жүк түсіреді, бала есте сақтай алмайды деп, информатикаға өте аз уақыт беріледі деп. Бірақ та құрметті төрешілер, информатикаға аз уақыт беріледі деп кім айтты? Аз уақыт берілген өзінде де бала қаншама білімді игеріп жатыр деп ойламайсыздар ма? Сонда маңызды емес, жаңа практикалық білімдер зор деді. Бірақ та практикалық білімнің барысында ол академиялық білімге жатады. Яғни оқушы практикалық жұмыс жасап жатқан кезде оған да академиялық білім керек. Және де оқу бағдарламасы өте ұзақ, баланың санасына жүк түсіреді деді. Бірақ та бұған қаншалықты кепілдік бере алады? Қазіргі таңда біздің жастарымыз өте ақылды, олар келешекте өте үлкен жаңағы нелерге жетістікке жете алады. Сонымен қатар әріптану қатесі жазу, Финляндия, Жапонияда әріптану қатесі жазу, біздің Қазақстанда да ондай әріптану қатесі жазу да бар. Соның арқасында оқушылар жаман болып жатыр ма? Сонда құрметті төрешілер, сіздерге біздің болашақ оқушыларымыздың сондай тек қана тәртіппен ғана жүріп білімі болмаған керек деп ойлайсыздар ма? Жоқ, әрине. Сол себепті де бірінші кезекте балада білім болу керек. Кейін тәртіп болу керек. Егер де бала тәртіпті болып білім болмаса, ол ертең болашақта қандай көрсеткіш көрсете алады деп ойлайсыздар? Сонымен қатар сұрақ жауап кезеңіне келген кезде қарсылас тарап бізге келіп академиялық білім цифрландыру заманы жол ашады ма дегенде жоқ деп жауап берді. Бұған қаншалықты кепілдік бере алады? Бұлар қалай дәлелдей алады? Цифрландыру заманы академиялық білім жаңағыдай білім алған оқушы заманына жол ашады дегенге қаншалықты кепілдік бере алады? Сіздер академиялық білім алдыңыздар ма дегенде де жоқ деп жауап берді. Сонда бұлар келіп бізге өзінің кейсін дұрыс айта алмай, және тыңдалмаған сөз саран демекші, біздің қарсы тарап біздің тек қана бір-ақ аргументімізге шыға алды, оның өзінде құлата алмады. Ал бізде екі аргумент бар, екі аргументтің өзінде біз цифрландыру заманына қадам дедік. Сонда құрметті төрешілер, біз ертең осы академиялық білімді дамытатындай болсақ, егер де осы балаларды алдыға қойып, міне сен жақсы оқи аласың деген мотивациялар айтатындай болсақ, балаларда патриотизмға жақсартатындай, дарытатындай болсақ, ертең осы цифрландыру заманына қадам басылып, ертеңгі оқушылар осы кезде өте жақсы жетістіктерге жете алады дегенге біз айта аламыз. Және құрметті төрешілер, оқушылардың академиялық білімі бізге әрқашанда маңызды екенін нақты айтамыз. Себебі цифрландыру заманына жақын қалған кезде жаңғырудың орнына артқа шегіну ол тек қана регрестің бастамасы. Болып жатқан мүмкіндікті жібере алғанша жаңа заман талабына ұмтылып, керісінше Қазақстанымызды дамытуға тырысайық деп айтқым келеді. Көп рахмет. Екі топқа да алғыс білдіреміз. Қай топ өзінің ұстанымына бізді сендіре алды екен? Сарапшыларымыздан сұрап өтейік. Сөз кезек өздеріңізде. Қайырлы күн, құрметті пікірсайыс ойынына қатысушылар. Мен енді өзімнің ойымды білдіріп кетейін. Ең алдымен бұл жердегі ойынның бастамасындағы басты кемшіліктің бірі жалпы академиялық білім деген ұғымға теориялық тұрғысынан ешқандай анықтама берілмегендігі. Бірінші топтың жақтаушысы Делназ академиялық білімнің маңыздылығын жан-жақты аша түсті, нақты деректерге сілтемелер келтірді. Алайда академиялық білім деген ұғымның мәні ашылмады. Екінші топтың, қарсылас топтың бірінші спикері Нұрбақыт академиялық білімді қалыптастырушы шетелдік мемлекеттердің тәжірибесін келтірді, және де нақты бір статистикалық деректер келтірді. Бірінші жақтаушы тарап пен қарсылас топтың
бірінші спикерлерін атап өткім келеді. Өте жақсы ойынды көрсетті. Және де мына қарсылас топтағы қарсылас топқа тағы да бір айта кететін пікірім, мына дебат ойынының, парламенттік дебат ойынының барлық ережелерін сақтап, ұстанып ойнаған топтың бірі болып табылады. Гүлзира ханым. Мен енді бүгінгі тақырыпқа сай жаңағы қарап отырсам, Әсел ханымның пікіріне толықтай келісемін. Академиялық білімнің қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырсақ, мазмұнын жаңағы жақ тарапы анықтай алды деп ойлаймын. Рахмет пікіріңізге. Жауфария Ахметқызы. Құрметті пікірсайысшылар, бүгінгі бірінші ойынға қатысқандарыңыз үшін алғысымды білдірем. Өте қуаныштымын. Жалпы бүгінгі тақырып ол шынымен де өте ғылыми тақырып. Бұл күрделі, бірақ екі топта осы тақырыпты ашуға тырысты. Ал енді пікірсайыстың ережесіне келсек, бұл жерде екі топта да қателіктер байқалды. Жақтау тобында IT мамандықтарға өте көп көңіл бөліп кеттіңіздер, басқа бағыттарға тоқталмадыңыздар. Ал қарсылас топқа келсек, бұл жерде сіздер өз міндеттеріңізді орындауға тырыстыңыздар. Тырысқанмен Нұрбақыт, сізде мысалы қарсылық аса бұлай жалпылама айттыңыз, шынымен аргументтерге қарсы келмедіңіз. Одан кейін бұл жерде сіздің өзіңіздің дәлелдеріңіз, аргументтеріңіз нақты болды, ол жақсы. Бірақ қарсыластың аргументтерін қарсылық көрсетіп, содан кейін өз аргументтеріңіз келтірсеңіз, бұлай салыстырма түрде ол өте мықты болар еді. Ал Айсұлуға келсек, енді жақтау топтың екінші спикері, ол көбінесе өзі позициясын бекітіп кеттіңізде, қарсыластарды келтірген дәлелдеріне қарсылық білдірмедіңіз. Өз міндетіңіз сіз толық атқармадыңыз. Сол себептен бұл жерде сіздің позицияңыз әлсіздеу болып қалды. Ал Таисия енді өз міндетін жақсы атқаруға тырысты. Және маған Таисияның айтқан сөздерінде бұл жерде келтірген дәлелдері өте ұнады. Жапонияны келтірді, және бастауыш сыныптарды айтып кеткенде қорытындысы өте мықты болды. Рахмет. Биылғы маусымның ерекшелігі әр спикерге лайық деген ұпайын көрнекі түрде сарапшыларымыз көрсетіп отырады. Олай болса, алау тобының бірінші спикері Делназға деген ұпай сандарын көрсетсеңіздер. 24, 24 және 26. Жалын тобының бірінші спикері Нұрбақыт. 26, 24 және 24. Және алау тобының екінші спикері Айсұлудың ұпайлары 20, 22 және 24. Сонымен жалпы ұпай сандарын айтар болсақ, 144-те 140 есебімен жалын тобы жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Ал жалпы бүгінгі пікірсайыс ойыны өте қызықты болды деп ойлаймын. Бұл тақырыптағы талқылау ары қарайда бұл хабардан кейін жалғасады деген сенімдеміз. Құрметті қатысушылар, сіздерге бүгінгі ойынға келіп қатысқандарыңызға алғыс білдіреміз. Ойын болғаннан әрине жеңген болады, жеңілген болады, бірақ біздің мақсат мүддеміз бір, сондықтан ортаға келіп, қол алысып бір-бірімізді құттықтап қояйық. Бүгінгі пікірсайысшыларымызды марапаттау үшін сарапшыларымызды ортаға шақырамыз. Құрметті пікірсайысшылар,
Ал енді бүгінгі ойынға сіздерге рахмет. Жалпы енді екінші маусымымыз ашылды. Бүгін бірінші ойын. Сіздер соған қатыстыңыздар. Белсенді. Мына Жетісу телеарнасына рахмет. Сіздерге өз сыйлықтарын бүгін даярлап қойыпты. Соны қабыл алыңыздар. Жақсы. Құтты болсын, қошемет білдіріп қояйық. Қадірлі көрермен, Ділмар тележобасының бүгінгі саны осымен тәмам. Хабарды жүргізген Мұрат Жұмабай, мақсаты айқын, мұраты биік жастарымыз көп болсын. Эфирде жүздескенше.